Сырлы тылсымға толы қиыр бір шетте, қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шақ заман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа, Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Аладдиннің шамында Зумруд атты әсем дауысты жын өмір сүретініне көзіміз жетті. Сәлем, мен Зумрудпын. Ол бізге өмір ағашы жайлы маңызды мәлімет берді. Жанкешті Ханзада Ахметтің мәңгі ұйқыдан оянуына көмектескен соң, ол бізге таңғаларлық бір әңгіме айтып берді. Дегенімен, біз өмір ағашының бар екендігін және оны бақбақ аралынан табуға болатынын білдік. Аладдин мен ханшайым. Біз мұндамыз, яғни құрлықта, ал бақбақ аралы мыналардың бірі. Сонда қайсы? Оны білмеймін. Ана таңбаларды әлі түсінбей отырмын. Алайда бұл 200-ші мәселе, бастапқы 199-ші мәселенің бәрі мына жерде, дауылды тосқауылда. Ешқашан бітпейтін, бас аяғы жоқ тылсым теңіз дауылы. Бұл дауылды тосқауылдан қалай өтуге болатынын баяндап берер жан жоқ, өйткені ешкім тірі қайтқан емес. Тірі қайтқан ешкім жоқ па? Жоқ. Ахмет Ханзададан басқа ешкім оралмаған. Дұрыс. Ал ол болса қалай өткеннен бейхабар. Ол қасындағы нөкерлерінен, кемесінен айырылып, шала жансар күйінде оралды. Бір жақсысы, басқалармен салыстырғанда сенің мүмкіншілігің зор емес пе? Қайдағы мүмкіншілік? Бұл жайлы білетін шығарсың деп үміттеніп ем. Сен осы жолы біз үшін бәрін есіңе сақтай алдым деп ойласаң қайтеді? Жақсы, әрине сендер үшін. Қазір ойланып көрейін. Айтсаңшы енді, Халил. Білмеймін. Сол дауылды тосқауылды жасаған сенің әкең Харун Халид шығар деп ойлағам. Немене? Әкем жұрттың ол аралға теңіз арқылы өтуіне не үшін тосқауыл қойды екен? Ол тосқауылды аралға ешкім бір алмасын деп жасаған жоқ. Оның басқа бір себебі бар. Қара сиқырдан сақтау, оны бері қарай жібермеу. Халил, ойланып көрші. Әкем онда өтетін жолды қалдырған жоқ па? Қауіпсіз жолды айтам. Әлбетте, жолды бір жолата жауып тастаған жоқ қой. Сонымен, біз ол жолды қалай тапсақ болады? Қалай деймсің? Оны ойлану керек. Жолдам, оны бізге тап қазір айтасың. Кәрім, сабыр ет, оны қыстама, өзі айтады. Құбылнама, дәл солай құбылнама. Сендерге сол керек. Құбылнама? Қайдағы құбылнаманы айтып тұрсың? Рухтармен тілдестіретін құралды айтам. Ал сиқырлы құбылнама дауылды тосқауылдан өткізуге көмектесетін бірегей құрал. Мұқият тыңдаңдар. Харун Халид оны сенімді адамға сақтап қойды. Қап, аты кім еді? Шыны қалашықтың сұлтаны Юнан. Ал ол оны өзінің қызы Джинан ханшайымға тапсырған болатын. Ал ол оны көзінің қарашығындай сақтап келеді. Түсінікті. Демек, біз рухтармен тілдесетін құбылнаманы одан алуымыз керек. Ендеше былай істейік, құбылнаманы мен әкелем, ал сен картаны мұқият қарап, бақбақ аралының қайда екенін анықта. Егер ол құбылнаманы бермей қойса қайтесің? Ұрлық жасау қолыңнан келмес. Білем, бірақ кімнің қолынан келетінін білем. Бас қақпаны бақылау мен күзет түнде күшейтіледі. Ханшайымның бөлмесіне тек негізгі балкон арқылы түсе аламыз. Сендер оның қандай биіктікте тұрғанын білесіңдер ме? Жамалға мініп жоғары көтерілеміз де дәл үстінен секіріп түсеміз. Жамалға деймісің? Ұшып бара жатқан түйе бірден күзетшілердің көзіне түспей ме? Бағыма қарай, қазір ұзақ ойланбай жауап бере аламын. Зумруд. Зумруд! Жоғарыға ешкімнің көзіне түспей қалай шықсақ болады? Иілген еменнен ұшқан өткір ұшты қайынның жаңқасымен, қылдан есілген ұзынның көмегімен сендер ішке жол тауып кіре аласыңдар. Қайыңның жаңқасы? Ұшы өткір дей ме?
Бұл бір қызық жағдай болды ғой. Бұл бір жұмбақ екен. Дегенімен ошу өткір дегеніне қарағанда жебе емес пе екен? Қалай ойлайсыңдар? Жебе ме? Сонда иілген емен дегені садақ болғаны ма? Алқылдан есілген ұзын арқан ғой. Оның ғажап даусын естіп, есімнен танбағанымда мен де көмектесер едім. Еріксіз махаббат жайлы ән айтқым келіп кетті ғой. Жай атқанша бірдеңені көздеп ат. Солай ма? Бәрекелді. Тыныш. Кешір. Келесі қарсылас күтіп тұр, мәртебелі сұлтан. Иә, жақсы. Оны қарсы алуға дайынсың ба, қымбаттым? Егер мені көргісі келсе рұқсат әрине, оны ішке кіргізіңдер. Мен келдім. Ахмет ханзада, Жүрмейтін жері жоқ екен. Ол мұнда не қып жүр? тыныш. Алыстан ат терлетіп келіпсің, Ахмет ханзада. Қызымды айттырып бағыңды сынап көрейін деп келген боларсың. Дәл солай мәртебелім. Желесті ханшайымға алып ұшып, толқындар сыбырлады құлағыма. Жұлдыздар жазу жазды. Көріп тұрсыз ба жұлдыздарды? Ахмет пен... Жинан, Дұрыс айтасыз, дұрыс айттыңыз. шынымды айтсам, қызымның бақытты болашағы үшін оның ершірек ханзадамен қол ұстасқанын қалар едім. Оқтың ба? Мәртебелім, менің ержүрек екендігім рас. Одан басқа мүшелерім де өзіне тән жағымды қасиеттерге ие. Әлбетте, дегенмен алдымен Жинан ханшайымның өзімен бетпе-бет кездесіп, оның келісімін алуың керек. Таңдау сенде, қызым. Бәлі, Не болды? анаған қараш. Ханшайымға ма? Оған не болыпты? Аладдин, мен саған айтып тұрмын. Әкемнің мөрі. Рухтармен тілдестіретін құбылнама осы болса керек. Ханзада болуға лайық. Я, үміткер күйеу жігіттің ортасында менімен жекпе-жекке шығады. Сол шайқаста жеңген жігіт қана шыны қалашықтың ханзадасы атанады. Қымбатты Джинан ханшайым, жекпе-жекті дәл қазір бастап кетсек болмай ма? Андағы басыңнан бір тал шашыңды түсіргім келмейді. Мен өз елімде атаңызға айналған жауынгерлік өнердің шеберімін. Иә, керемет. Тұрса да жоқ деп, даусың мен көзіңде, ғажайып өзіңде, ханшайым, мен бәрін сезіп тұрмын. Кеудеңдегі жұдырықтай жүрегің. Ахмет, мен тек сен үшін соғып тұрмын дейді. Міне тағы басталды. О, Ахмет ханзада, өтінем, қалшы менімен, жалғыздығымды ұзатып, жүрегімді аштым саған деген үніңді естідім. Жастамды, досым бол, серігім бол, үйленіп, некеміз заңды қиылғанша. Жекпе-жекке шығамыз ба жоқ па? Иә, кеш боп кетті, бастайық енді. Одан да тезірек аяқтайық. Ертерек ұйықтауым керек. Ішім пысып кетті. Ол жеңілет. Неге? Өйткені қазір мен барамын. Саған ол жерде не бар, Аладдин? Жеңілуге дайындала бер, бикеші. Өтінем, шашыңа абай болшы. Ол жеңілген сәтте байқатпай барып, одағы құбылнаманы алып үлгереміз.
Сені тізе бүктірген сыңайлымын ғой. Бұндай жағдай мен үшін үйреншікті. Ол жеңілетін болды. Бірден істеуіміз керек. Я, әзірге олардан аулақ жүрейік. О, қарсыласқың келмей ме? Жүрегіңе қалай қарсы шығасың? Жеңгенімді қалайсың ғой сен мен? Әй, шындықты мойындап, беріле салсаңшы. Жеңіс менікі. О, неткен сұлу. Бәлі. Бірақ мен Ахмет Ханзадамын. Жұлдыздардың не жазғанын көрдің бе? Мықты екен. Апырай, жүзінен нұр тамғандай. Аладдин, есіңнен адастың ба? Не істейін деп тұрсың? Не істеп тұр деп ойлайсың? Мен дәл сол жерге барып, ханшайымның жүрегін жаулап аламын. Саған не болған? Біз мұнда тапсырмамен келдік. Есіңді жи. Мен шынымен де ғашықпын. Мен кеттім. Жинам ханшайым. Нағыз Ханзада енді келді. Әй, мыналар мұнда қалай кіріп кеткен? Ұрылар, қарақшылар, ұстаңдар! Ол тез! Немене? Жоқ, мен де бағымды сынайын деп келдім. Енді есім жиналған сияқты. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Есіңде болсын, не істесең де, орнымен істегенің жөн. Әттеген ай, ол қызды жеңу мүмкін емес. Екен, ондай қыңыр. Дегеннен қайтпайтын қызды кездестірмеппін ешқашанда. Сонда ол сені теуіп құлатты ма? Қараулық жасады. Мейлің, болған іс болды. Енді мен бұл шаң басқан ескі сарайда не бітіремін? Кетейін. Маңызды шаруаларым бастан асады. Сенің бізге көмегің сол. Аладдинді Ханзада етіп киіндіріп берші. Ол да бағым сынасын. Мынаны ма? Ханзада деймісің? Оның несі күлкілі екен? Ахмет, көрікті мәртебелі Ханзада. Біздің сізге бір өтінішіміз бар еді. Келесі үміткеріміз Аладдин Ханзада. Кім деп айттың? Аладдин, ал мынау менің бөлем, Зада. Сәлем. Иә. Атыңды естіген емеспін. Себебі мен шалғай аймақтан келіп отырмын. Жаңа ғана шалғайдан келген Ханзаданы қабылдаған еді. Иә, бірақ мен ит арқасы қияндағы бір елден келіп отырмын. Киімің таныс көрінеді. Бұл енді Ханзаданың киімі ғой. Осы күні барлық ханзадалар осылай киінеді. Бөлем сонымен қатар менің сән кеңесшім. Кете берсем бола ма? Мына біреуге босқа уақытымды өткізгім келмейді. Бірақ мен бағын сынағысы келген үміткермін. Үміткер ме? Андағы ілмейген түріңмен бе? Ханзада деп айтуға тіпті аузым бармайды. Киімің де үйлесіп тұрған жоқ. Көздегенің жинанның мал мүлкі болса, келген жағыңа қайта беруіңе болады. Мен... Дұрыс айтасыз, мен Ханзада емеспін. Аладдин, қой! Маған сен. Ей, мынау кешегі алаяқ қарақшы екен ғой! Күзет! Ұстаңдар! Жоқ, тоқтатыңыз. Оны зынданға алып барыңдар! Тарта даярлаңдар! Иә, мен Ханзада емеспін. Кедеймін, бірақ мен байлық үшін келген жоқпын. Оның жүзін бір-ақ рет көрдім де ғашық болдым. Бірақ маған оның дүниесінің қажеті жоқ. Оның дүниесі керек емес пе? Жоқ, керек емес. Күн сайын оның нұрлы жүзін көріп өтсем, одан асқан байлық болмас еді бұл жалғанда. Сен мұнымен не айтпақсың? Ойыңды анықтап жеткіз ғана. Меніңше, мен оған ғашықпын. Зынданға парттастаңдар оны, 10 күнге! Қап, бәріне мен кінәлімін. Күтетін уақыт жоқ. Ол құбылнаманы өзім барып ұрлап әкетуім керек. Ей, сонда қалай сенің досың әккі ұрының қолынан келмеген істі өзің істемекшісің бе? Иә, бірақ менің одан бір артықшылығым бар. Мен ғашық емеспін. Ғашығың дәл қазір болмаса да әйтеуір бар ғой. О не дегеніңіз? Кәрім екеуміз әншейін доспыз.
Аладдиннің махаббаттан бас айналып, ақмақтық жасап қателесті. Әй, сен жалғыз өзің күзет қоршауындағы сарайға түспекшісің. Бұның барып тұрған ақмақтық емес пе, а? Жекпе-жекке мен шығамын, талай үміткер жан менен ханзадамды мен күтемін. Ер жүрек батыл бекзатты патшалықта сот рәсімде маңызды емес мен үшін серік болатын қарапайым адал жан. Қайда жүр шарладым мен шер шарын, қайда жүр ханзада, шарладым мен шер шарын, қайда жүр ханзада. Жинан, қызым, сен үшін қалай уайымдайтынымды білесің ғой, бірақ Бағанағы мақтаншақ ханзададан жеңілуім керек пе еді сонда? Менің қалағаным ондай адам емес. қызым, бәлкім үміткерлерді таңдаудың басқа жолын қарастырып көрерміз. Қалай қарайсың? Мені жеңген жау жүрек жан ғана ықыласыма бөленеді. Лайық болмаса, алдымнан шыққан кез келген үміткердің сазайын беріп, көзіне көк жібін Сонда үймелетем. жүрегің қалаған адамды таңдасаң, қарсы болады деймісің? Әке, күлкімді келтірмеңізші. Әке, бағанағы жалған ханзада ше, Аладдин беді? Иә, Оны жазықсыз 10 күнге зынданға тастағаныңыз қалай? сен соны ұнатып қалдың ба? Жоқ, олай дегенім жоқ. Меніңше 10 күн артықтау сияқты. 5 күнде жетеді, солай ма? Немесе 2 күн. Ол жағын ойлап көрейін. Күзет бекеті, көйлек көншек қоятын орын. Ханшайымның бөлмесі, 3-ші терезе. Не жатыр? Жинан, қызым. Тағы бір үміткер келіп тұр. Түнде ме? Тағы бір үміткер ме? Бол, тездет енді. Иә, бағым бар екен. Үміткер күтіп тұрса, неге маған алдын ала айтпаған? Мынау бағанағы? Ол басқалар сияқты емес. Бекзат ханзада, оған бір мүмкіндік беріп көр. Дүние мүлікке қызықпаған бала бағын сынасын. Аладдин? Саған не керек, бейтаныс жан? Қоян қолтық ұрыста сізді жеңіп, әрдайым қасыңыздан табылғым келеді. Неге? Өйткені мен сізді сүйем. Сен кімсің өзі? Қызметші ме, етікші ме, ұры ма? Жинан, қызым, оған мұрсат беріп көрейік. Біраз бақылап көріп, оның адалдығына көзім жетсін. Жақсы, тезірек тәмамдайық. Қане бастайық. Мені ұятқа қалдырма, балам. Ақыры дегеніне жеткен екен ғой. Әуселеңді көрейік, ханзада сымақ. Жоқ әлде сені қаңғы бас дейін бе? Аладдин деңіз. Қазір-ақ сазайыңды берем. Сағатым жетер емес. Бұлай әрлі-берлі секіргеніңді ғой. Билеуге келдің бе шайқасуға ма? Екеуін қатар алып жүрсекші. Ал енді оның жүзіне қараушы болма. Сұлулығында шек жоқ, алайда мені оңайлықпен тізе бүктіремді ойлама. Мына жігіт шеңді ғой, керемет. Кешіріңіз, басқа малым болмады, әділдікті саяладым. Бұл әділдік деп ойламайым. Жинан,
Ақыры қалағаныңа қол жеткіздің ғой, жетер. Түнгі шайқастардың тәмам болғанына мен қуаныштымын. Зембілге ақша жұмсайтын болдық. Мына оның бөлмесі. Мен онымен кішкене сөйлесіп көрейін. Ашуы басылатын шығар. Жоқ, мен сөйлесейін. Енді бұл шаруаны маған қалдырыңыз, барып демала беріңіз. Қалауың білсін, балақай. Маңайма жақындаушы болма. Қасыңда болғанымды қаламасаң, кетейін. Сенің бақытсыз болғаныңды қаламайым. Сөйтесің бе? Расында ма? Әрине. Ендеше кет. Жарайды. Бұлай дөрекілік танытады деп ойламаппын. Тоқта. А? Сені бұлай қуып жібергенім адамгершілікке жатпас. Сенің бір тілегіңді орындайын. Байлығым жетеді. Қажетіңді сұра. Мынау ма? Бұны маған әкем сеніп тапсырған еді. Өзі сондай әдемі, бірақ шынымды айтсам, бұны бір ретте жаратып көрмеппін. Бұны жарататын достарым бар еді. Соларға берем. Оны достарыңа бересің бе? Ендеше ал. Шыны керек, жан қияр адалдығыңа таңғалып тұрмын. Менің тілегім бұл емес. Мынау. Муа. Тоқта, Иә. тағы бір тілегіңді орындайын. Енді мен сенің тілегіңді орындайын. Рахмет саған, Аладдин. Шахризада, келдің бе? Бәрі ойдағыдай болды деш. Иә, бәрі жоспардағыдай керемет. Аладдинге не болды? Ол ма, Джинан ханшайымға ғашық болып қалды. Сөйтіп, оны жекпе-жек ұрыста жеңді. Қазір ол ханшайымның қасында қалды. Ол жоспарда болып беді? Есесіне, мынаны келдім. Келдің бе? Сен рухтармен тілдестіретін құбылнаманы тапқансың ба? Иә, енді біз дауылды тосқауылдан өте аламыз. О, Шахризада, сен ғажапсың, білесің бе? Қарным ашып кетті. Мен бірдеңе әзірлеп берейін. Бадаммен көбзе қосылған кускуспен ысталған зәйтүннен жасалған тұздық ше. Қайнатылған күріш бар екен, сол да жарайды. Сонда сен бізде десерті ас мәзірінен шығып қалды демексің бе? Қайнатылған күріш. Тамаша. Жоспардағыдай өтсе, айтарлықта ештеңе болмас еді. Әйтеуір ақымақтық жасағаннан саумысың? Иә, жасадым. Бірақ себепсіз емес. Жақсы көңіл күймен құр су ішсең де, ойран асыр той сияқты көрінеді. Қолымызда рухтармен тілдесетін ине тұрғанда, біз алмайтын асу жоқ тәрізді. Алайда, оны бізден кем бағаламайтын біреулер бар болып шықты. Бірақ бұл жайлы басқа күні баяндап берем.